Иә, қатысы бар, бірақ дәл қазір сен ойлап тұрғандай емес. Сәлем, менің есімім Шарапат, медициналық университет студентімін. Алдағы уақытта саған медициналық құнды білімдер мен кеңестер беретін болам. Парақшаны жоғалтылмас үшін тіркеліп ал. Ұйқы безінің басты қызметтерінің бірі қанның құрамындағы глюкозаның деңгейін реттеу. Ал қанның құрамында глюкозаның деңгейі жоғарыласа, адам гипергликемиялық комаға түседі. Ал глюкозаның деңгейі төмен болса, гипогликемиялық кома. Бұл теорияны ерте заманнан білген біздің дана халқымыз органның атын ұйқы безі деп қойған. Яғни кома адамның ұзақ уақыт ұйқыға кетуі. Ұйқы безі дұрыс жұмыс жасамаса, адам ұйқыға кетеді. Ұйқы безінің орысша атауы поджелудочная железа, яғни орыс халқы ұйқы безінің асқазанның астында орналасатынын байқап, сыртқы көрінісіне қарап атау берген екен.